Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді пирог, өте тез дайын болатын пирог, банафи пай пирогын дайындайтын боламыз. Осындай кереметтей банан қосылған пирогты менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне жарты шай қасық қопсытқышымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үстінен мұздатқыштан шыққан сары майымызды үккіштен өткізе отырып араластырып аламыз. Барлық қажетті заттардың тізімін және мөлшерін описание бөлімінде қалдырамын. Бұл банафи пай пирогы ең оңай әрі жеңіл рецептісі. Дәл осы рецептпен жасасаңыз міндетті түрде шығады. Банафи пай пирогыңыз өте жұмсақ, ауызда еритін, өте керемет болып шығады. Ең бастысы барлығын дәл видеодағыдай жасап шығыңыз. Майымызды толық үккіштен өткізіп алғаннан кейін осылай қолдың көмегімен майда етіп қолмен үгітіп шығамыз. Енді бөлек ыдысқа бір жұмыртқамызды және шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін жаңағы дайындап қойған қамырымыздың үстіне осы сұйық массамызды құятын боламыз. Алғашта осылай шамалы қасықпен араластырып аламыз. Кейіннен қолдың көмегімен араластыра отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Құрметті менің көрермендерім, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, қолдап кетсеңіздер, қуанып қалар едім. Алдағы уақытта басқа да қызықты рецептермен бөлісіп отырамын. Және де менің каналыма өтіп, восточный пирогтың, шоколадный творожный пирогтың, басқа да хит болып жатқан пирогтардың, тағамдардың рецептілерін көре аласыздар. Сонымен қатар әркез жаңа әрі қызықты рецептермен бөлісіп отырамын. Каналды жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Шамалы қолға жабысыңқырайтын жұмсақ қамыр болып шығу қажет. Енді қамырымызды пакетімізге салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып аламыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, формамызға салып, қолдың көмегімен видеодағыдай етіп жайып алатын боламыз. Осылай бортиктерін жасай отырып, дәл видеодағыдай етіп жайып алыңыздар. Қамырымызды осылай толық жайып алғаннан кейін, бортиктері, шеттері әдемі біркелкі көріну үшін осылай қасықтың көмегімен тегістеп шықсаңыздар болады. Жан-жағын осылай тегістеп алғаннан кейін шаңшықның көмегімен қамырымыздың үстінен тесіктер жасап шығамыз. Осы қамырымыздың үстінен пергамент қағазын төсеп, үстіне қандай да бір дақыл түрін саламыз. Қамырымыз көтеріліп кетпей, біркелкі болып пісу үшін осылай салмақ салып тұратын кез келген дәнді қолдансаңыз болады. Мен осындай горохты үнемі пайдаланамын. Бір горохты арнап қоямын, осыны үнемі қолданып тұрамын. Дайын болған қамырымызды 160-170 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Бортиктері қызарып, осындай кереметтей болып пісіп шығады. Енді бетіндегі дәнді дақылдарымызды алып тастаймыз. Тестамызды осылай ақырын ғана формамыздан шығарып аламыз. Енді дайын болған қамырымыздың үстінен вареный сгущенкамызды жағып шығамыз. Менде вареный сгущенка, 3 желания фирмасының сгущенкасы. Міндетті түрде сапалы вареный сгущенканы қолдануға тырысыңыздар, сол кезде ағып кетпейтін болады. Барлығын осылай толық жағып алғаннан кейін үстінен бір үлкен банан немесе екі кішірек бананды сақтау етіп, видеодағыдай етіп турап, бетінен қойып шығатын боламыз. Енді үстіне кремін дайындаймыз. Тоңазытқыштан шыққан сливкиміздің үстінен творожный сырымызды саламыз, үстінен сахарный пудрамызды салып, барлығын жақсылап миксермен формасын ұстағанға дейін араластыратын боламыз. Біздің креміміз осылай көтерген кезде ағып кетпейтіндей дәрежеде болуы қажет, сол кезге дейін араластырамыз. Енді дайын болған кремімізді арнайы кондитерлік мешокқа саламыз. Басында егер насадкаңыз болса, насадка қойсаңыздар болады. Егер насадка болмаған жағдайда жай ғана осы кондитерлік мешоктың ұшын ғана кесіп, сонымен осылай жасап шықсаңыздар болады. Мен осындай насадка қолданып жасадым. Барлығын осылай жасап болғаннан кейін ең соңынан үстінен какаоымызды електен өткізе отырып, шамалы себелеп аламыз. Осымен біздің банафи пай пирогымыз дайын. Бұл пирогты банафи пай торты деп те айтып жатады. Пирогты дәл осы рецептпен жасасаңыз, міндетті түрде керемет болып шығады. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.